Сәлеметсіздер ме? Мен Жантасқызы Айзере, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы номер 42 Шахмет гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Қазіргі таңда менің отаным, менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні атты номинациясы бойынша өз жобамды ұсынып отырмын. Жалпы жобамның мақсаты міндеттері әрбір отбасы тұлғаның қалыптасуындағы ең басты тірек, ұрпақтар сабақтастығы мен құндылықтардың алтын көпірі. Осы жоба арқылы отбасылық дәстүрлердің маңыздылығын көрсеткім келеді. Жалпы өзім туралы айта кетсем, мен 10 ақпанда 2010 жылы Орал қаласына дүниеге келдім. Қазіргі таңда жасым 15-те. Бұл біздің отбасымыз жалпы 8 адамнан тұрады. Біздің отбасымызда салт дәстүрлерді ерекше бағалап құрметтейді. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бұл менің қырқымнан шығару және де бесікке салу рәсімді қазақ дәстүріне сай Қаратөбе өңіріндегі әйгілі дін қайраткер Әулие Едіге Шымырұлының жиені Зәру әжем өткізген. Мен бала күнімнен ата-анамның ерке қызы болып өстім. Әсіресе әкеме жақын болып, оның қоғамдық жұмыстарымен қатар жүргенді ұнататынмын. Кез келген шарада, кездесуде үнемі оның жанында жүріп, қолдау көрсетуді үйрендім. Ұлы тұлғалармен кездесу үлкен мәртебе ғана емес, өзімді дамытуға берілген мүмкіндік. Сол орайда 2011 жылы 5 маусымда Астана қаласындағы Жапонияның Қазақстанда елшісімен кездестік. Белгілі ақын Қайрат Жұмағалиевтің біздің отбасымызда қуанышта, және де жазушы Мира Шүйіншәлиевамен 1 мамырдағы мерекеден. Отбасы құндылықтарын әрдайым насихаттап жүретін әкеммен сұхбатқа назар аударсаңыздар. Сәлем, мен Жантасқызы Айзере. Менің отаным менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні атты тақырыбында өз әкемнен сұхбат алуды жөн көрдім. Ендеше менің бірінші сұрағым, сіздің бала кезіңізде отбасы тәрбиесі қандай болды? Біздің бала кезімізде шай дастарханы тәрбие алаңы болды деп айта аламын. Біздің әкеміз біздің тәрбиемізбен негізгі айналысқан адам. Шай дастарханына отбасыдағы мүшелер түгел жиналған кезеңде әкеміз келмей, дастарханда тамақ алуды ешкім бастамайды. Яғни біз тек әкемізді ғана күтеміз. Содан кейін шай үстінде әкеміз күнделікті үйдегі шаруашылықтары, жұмыс барысындағы шаруашылықтарды айтқаннан кейін, көпшілік жағдайда кешкісін бізде де рухани әңгімелер айтылады. Рухани дегеніміз соның ішінде қазақтың мақал-мәтелдерін түсіндіреді, талдайды, Абайдың қара сөзін түгелімен оқып түсіндіріп бізге талдап берді. Қазақтың музыкалық мұраларын талдап түсіндіреді, әндердің шығу тарихын түсіндіреді, қазақтың ертегілерін, сол ертегідегі кейіпкерлерін, оның мәні не екендігін барлығын түсіндіреді. Одан бөлек, мысалға біздерге ер балалар үшін өмір сүруге қажет дағдыларды қалыптастыру мақсатында керек дағдыларды барынша үйретті. Мысалға, ау тоқуды үйретті, балық аулауды үйретті, атқа мінуді үйретті, ат әбзелдерін жасауды үйретті. Мысалға, атта жүген, ертоқым, тоқым, басқа да ат әбзелдеріне қажет, атта мінген кезінде қажет бүкіл құрал саймандарын біз өз қолымызбен жасайтындай етіп үйретті. Енді одан бөлек біздің әкеміз мүмкіндігінше қыз баланың тәрбиесіне де солай мүмкіндігінше айналысты. Мысалға, біздің апамызға тамақ пісіру, соның ішінде қолөнер, киіз басу, тағы сондай қыз балаға қажет дағдыларды барынша үйретуге тырысты. 2019 жылы әкемнің әке өнегесі Набила Сафоллалы хақында атты еңбегі жарық көрген болатын. Бұл кітап біздің отбасы үшін өте құнды. Атам Набиланың ата-бабамыздың дәстүрін жалғастырып, елге адал еңбек етіңіздер сөзі әулеттің біздің негізгі қағидасы. Әкемнің зерттеу жұмыстары осы мақсатта негізделген. Әкем қоғам қайраткер, тарих зерттеушісі, оның еңбектеріне тоқталып кететін болсақ, баспасөз тарихын зерттеп, шетел архивтеріне сақталған араб әліпбиіндегі газеттерді елге алдырып, өз алдына жинақ етіп шығарды. Тарихи танымдық дана журналын шығарып, және де жастар арасында ұлттық сананы қалыптастыруда елеулі еңбек етуде. Мен үшін әкемнің еңбегі тек зерттеу ғана емес, ұлт үшін жасалып жатқан үлкен қызмет. Сондықтан мен де оның жолын жалғап, тарихымызды құрметтеп, өз үлесімді қосуды қалаймын. Алдарыңызда 2022 жылы әкем Алматы қаласында орталық мемлекеттік архивіне жұмыстануға өзімен бірге менде ала барды. Бүгін 7 қараша 2022 жыл, біз қазір Алматы қаласындамыз. Медеуге келдік. Осыған дейін біз таңертең ертемен барып, Алматы қаласына орталық мемлекеттік архивқа бардық. Мен мұнда өзімнің әкеме құжаттарды қарап, солардың көшірмелерін алуға көмектестім. Бүгінде атам бастаған әкем қолға алған игі істерді менің де жалғастырып келе жатқаным үлкен мақтаныш. Алдарыңызда көріп отырғандарыңыздай әкемнің қолдауымен түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындар иелендім.
Қорытындылай келе, менің атам Набил ол балаларына әрдайым ата бабамыздың дәстүрін жалғастырып, елге адал қызмет етіңдер деп өсиет айтып отыратын. Әкем жантасты осы атамның сара жолын жалғап, отбасылық тәрбие мен ұлттық дәстүрді ұлықтап, еліміз үшін аса маңызды рухани істер атқарып келеді. Қазіргі уақытта әкем балаларға арналған тарихи танымдық, тәрбиелік мәні зор комикс жанрындағы кітаптар шығаруды қолға алды. Олардың қатарында 70 палуан, Сырым батыр, аштықтан құтқарған аңшы атты кітаптар бар. Алдағы уақытта мен де осы бағыттағы жұмыстарға белсене араласып, әкеме қолдау көрсеткім келеді. Осылайша ата бабамыздан жалғасқан елге адал қызмет ету дәстүрін сақтап, қоғамға пайдалы жобаларды іске асыруға өз үлесімді қосамын. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік әрі зор мақтаныш. Назарларыңызға рахмет.